Сіз өз түсіңіздің неден құралатынын білгіңіз келе ме? Оның табиғаты не? Мына видео сіз үшін. Ұнаса лайк басып, басқаларға да таратып отырыңыз. Біз көпшілігіміз түсті жортамыз, одағы символдарға мән береміз, бірақ менің түсімнің болмысы не, ол неден құралған деген сұраққа жауап бермейміз. Бүгін осыны қарастырамыз. Бір нәрсені алайық, түс деген нәрсе ғайыптан сізге келмейді. Яғни ондағы көріліп атқан символдар бұл бір бейтаныс жақтан келген нәрсе емес, бұл сіздің ішіңіздегі бар болмысыңыз. Кейбір адамдар түсінде тек қана ашық кеңістікте далада жүреді. Ол мысалы оның түсі сүйіншіге жорылса да, ол түсті бірінші далада көреді. Жайлауда жүргенде көлік алыппын, немесе бір айдалада жүрген кезімде жылан келді қасыма деген ашық кеңістікті айтады. Ал бір адамдар керінше жер астынан немесе жабық кеңістіктерде, үйлерде, кеңселерде жүреді. Ескерту түсі немесе сүйінші түсі жорылса да, ол адамның көрген түсі тек қана бір ас үйде отырмын, немесе бір кеңсеге кірдім, ауруханаға кірдім деген сияқты нәрсені айтады. Бұл адамның өзіндік болмысы болады. Ал кейбір адамдар түсінде көрген заттарды мен ешқашан бұлай көрем деп ойламаппын дейді. Мен тек қана менің түсімнің бары телефон, технологиядан тұрады. Немесе менің түсім жан-жануарлардан тұрады. Неге ондай, неге басқалар оны көрмейді, неге мен осыны көрем деп. Бір нәрсені айта кетейік, сіз ешқашан түсіңізде ойламаған нәрсені көрмейсіз. Сіз барлық көріп атқан түстеріңіз ол сіздің мына жүрекпенен рұқсат еткен нәрселеріңіз. Яғни сіз жүрекпенен бір нәрсені ойламасаңыз, қабылдамасаңыз, онда ол нәрсе түске кірмейді. Мысал ретінде бір әйел баласын алайық. Әйел баласы бір ешқашан бір қол көтермеген, ата-анасы қол көтермеген, сосын жолдасы да ешқашан қол көтермеген бір әйел баласы болса, онда ол түсінде ол нәрсені көрмейді. Ал егер ол ондай түсті көріп жатса, демек ол басқа адамның сол нәрсені бастан кешіргенін көріп және жүрегіне қабылдады деген сөз. Мысалы көршісі немесе басқа бір көшедегі әйелді жолдас ұрып жатқанын көріп қалды, сосын ол неге олай ұрды, мен ешкім ұрмаған, әйелге байқұс қиын болған шығар, ауырған шығар деген ой келеді. Әлбетте осыдан түс құралады, және біз осыны мысал түс деп жауап береміз. Сол сияқты да кейбір адамдардың түсі ол барлық жаңағы есінде қалады. Яғни өмір біздің дүние танымымыз, біздің көзқарасымыз түсімізге әсер еткен сияқты, біздің нені көрдік, нені білдік, нені сездік, жаңағы ой елегін өткіздік, солар да түске кіре алады. Егер сіз бүкіл өміріңізде болып жатқан оқиғаны, заттарды барлығын жаңағы есіңізге алып жүрсеңіз, әлбетте бұл сізге өмір сүруге ауырлық әкеледі. Сондықтан бұл пенде деген нәрсе ол ұмытушы, бәрін ұмытады, бірақ сіздің санаңыз сізге түс құрап береді осы нәрселерден, текке кеткен жоқ. Бір адамдар айтып жатады, менің өзімнің өмірде не көрдім, соны түсімде көргенімді мен түсініп қоямын дейді. Бұндай нәрселер бар. Бұл жерде айта кетейік, адам түс көргенде оның болмысына сай түсті ғана көреді. Сіз өзіңіздің болмысыңыздан асып өмірден түс көрмейсіз. Сіздің болмысыңыз деген не? Сіз түсті біз қазір мына жерде айтып жатқанымыз сіздің болмысыңызды, өз-өзіңізді тану. Түсті тану, өзіңізді тану демек. Яғни сіз мынандай бір адамдар болады, мына өмір деген үлкен бір сынақта әркім бір шешуші рөлді жасаған кезде, таңдау жасағанда, бір мақсатқа жету кезінде өзіндік болмыс болады. Біреу сабырмен жетеді, біреу қулықпен жетеді, біреу бас тартады, біреу басқаша ойлайды, біреу бір басында болып жатқан оқиғаны үлкен катастрофаға баласа, біреу ештеңе етпейді, өмір ғой енді ол деген нәрсені алады. Міне дәл осындай сіздің өмірлік болмысыңыз сіздің түсіңіздің болмысы болады. Егер сіз өте бір катастрофаны сүйгіш адам болсаңыз, әлбетте сіздің түсіңіздің барлығы шым шытырық, жаңағындай бір жылан, не бір оқиғалармен келеді. Ал сіз өмірде өте бір адамдармен араласуды тұйық болсаңыз, өзі ішкі әсеріңізді, ішкі әлеміңізді ешкімге ашпайтын болсаңыз, сіздің түстеріңіздің сәйкесінше жан-жануарға толы келеді. Анаңыз сиыр, әйеліңіз қоян, немесе қыз баласы үшін күйеуі жаңағы қасқыр деп кете береді. Неге? Өйткені адам көңілі жабық. Ал енді біздің түс туралы, болмыс туралы тағы бір айтатын нәрсеміз, ол адамның көретініне, жаңағы біз басында айтып кеттік қой, адам өмірден не алды, соны түс етеді деп.
Онда ендеше біз соған дәлел келтірейік. Сіз кез келгеніңіз көріп жатқан түстеріңізді ой елегінен өткізіңіздер. Егер ой елегінен өткізгенде менде түк шықпады дейтін болса, онда бізде арнайы бір науқан аштық, түстің болмысын білу деген мақсатта. Осы науқанға қатысып, сіз барлық түстеріңізді айтып, өзіңіздің түсіңіздің болмысы не екенін біле аласыз. Ендеше біз сізге бір айтайық, әңгімені айтайық, сіздің адамдардың барлық түсінің өзінің санасынан екенінде. Бір қыз баласы түсін жорытты. Сол түс жорытқан кезде екеуміз сол түсін ұзақ әңгіме қылдық. Яғни ол адам түсінде жаңағы адамдардың мәйіттегі жаңағы скелеттер дейміз, скелетті көрген, бас сүйегін көрген, адамның қаңқасын көрген екен. Солайша біз оны түсін жорып болғаннан кейін сұрақ қойдық. Сол кезде белгілі болғаны адам өзі 30-дан асқан адам осыдан бір 30-20 шақты жыл бұрын, яғни мектеп жасында, сол мектеп бағдарламасының ішінде ежелгі тайпалар болатынын, сол тайпалар өздерінің жаңағы өмірден өткендерін былай көміп, одан кейін мәйіттерін қайтадан алып, сондай қылатындарын оқыған екен. Сол жаңағы кітапта кішкентай суреттері тұрады. Соны көрген екен. Міне 20 жылдан соң осыдан түс құралып болып тұр. Яғни көріп тұрғаныңыздай адамның осыдан 20 жыл бұрынғы жүрегіне әсер еткен нәрсесінен түс құралған. Асылында барлық түстер тек жүректің әсерімен ғана көріледі. Яғни біздің миымыз ол ақпаратты қабылдау жері, ол барлығын өткізе береді. Көз арқылы, естуіміз арқылы, әсер аруына терімен жанасу арқылы біз ақпараттарды аламыз, өткіземіз, бірақ оны сұрыптайтын жүрек болады. Егер сіз сол кезде мысалы ол кітапты оқып, сол адамдардың жай-күйін жүрегімен қабылдаған кезде, ол адам осы түсті көреді. Кейбір адамдар айтып жатады, мен деген өмірден өткен әкем түсімде көрмеймін, мен мына адамнан әрең құтылдым, мен бұны жек көремін, мен неге бұны түсімде көремін, мынаны неге түсімде көрмеймін. Өйткені демек сіздегі жүректегі мәселе сол адамның өкпе ренішіменен қабылдау болды дағы, осыдан бізде түс құралады. Содан кейін біздің қазір айтып жатқан сөздеріміздің барлығы бұл жаңағы біздің қазіргі замандастарымыз 90-80 жылдарда өмірге келген адамдардың түсін айтып жатырмыз. Ал қазіргі өмір сүріп жатқан балалардың түсі табиғаты ерекше. Қазір не бар? Қазір смартфон, басқа да нәрселер бар. Біздің кезімізде балалық шақ, мысалы, ол ғалымдар, сол советтік ғалымдар айтатын нәрсесі бар, адамдар тек қана ақ-қара түсті көреді деген. Ал қазіргі заман технология дамығаннан кейін, түрлі түсті экрандар пайда болғаннан кейін қана ғалымдар бұл сөзінен қайтып, жоқ, адамдар түрлі түстерді көре біледі екен дейді. Неге? Өйткені дәл сол кездегі ахуалдың жаңағы тек қана ақ-қара түсті газеттер, ақ-қара түсті теледидарлар, радиолар болған себепті адамдардың сондай түсті көруі дәл осы кезде біздің сөзімізге бір тұздығы бола алады. Яғни адам не өмірде көрді, не сезінді, сол оның түсі болады. Сырттан ештеңе сізге келмейді. Бұл жерде бір адамдар айтады, мен дейді ғарышты көрем дейді. Яғни мына жер шарымызды галактикадан көремін. Сонда мен ғарышқа барып келген, оны жүрекпен қабылдаған болам ба дейді. Жоқ, әлбетте. Сіз бұл нәрсеге ғарышқа махаббат қойған болуыңыз мүмкін. Сіз балалық шақта, жас шағыңызда ғарышкер болғыңыз келіп, бұл планета, галактика деген нәрсені зерттеп, осыған махаббат қойған болуыңыз мүмкін. Сол арманның негізінде түс құралады. Ал кейбіреу адамдардың болмыс хақында айтқанда, кейбіреулер өте ұлы тұлғаларды көреді. Түсінде Абылайхан кеп бата береді, Әлихан кеп басынан сипайды, Ахмет келіп кітап үйретеді, оқулық үйретеді. Ал біреулер күніміздегі танымал жаңағы трендке ұшырап кеткен адамдарды көріп жатады. Гүл әкеп берді, артынан жүгірді. Неге? Біреулер саясаткерлерді көріп жатады. Неге? Себебі кімнің жүрегі қайсына жақын, сол нәрсені түсінде көреді. Мұғалім болған, ұлтшылдықты сүйген, өте жан дүниесі кең, визуализациясы ашық, өзін ұлтының алдында жауапкер сезінетін, тарихи тұлғаларға жаңағы еліктейтін адамдар міндетті түрде түсінде сол кісілерді көреді. Ал енді арманы жаңағы осы замандағы трендке ұшырау, арманы осы замандағыдай жарқырап
кызыккан адамдар албетте түсүндө дәл сол адамдарды көрө билет. Ягни бул жерде сиздин жанагы бир расминде президент боласың, немесе сондай бир таанымал боласың деп жорулмайт албетте. Булар сиздин махаббатыңыздан чыккан түстөр, және биз оны сизге жооп беребиз. Кортунда айтканда, биз бул арнамызда сизге бир нерсени далилдөөгө эмес, керісінше сизди оятууга, кичкене бул түс хакында башкача ойлоого чакырдык. Ал неге менин түсүм башкандай, неге мен жабык кеңиштикте жүрөм, неге кээ бир караңгылыкта жүрөдү, неге бул ону көрдү, неге мен буну көрдүм деген сурактарга жавапты биздин жаңа науқанымызда биле аласыз. Келиңиз, сиздин түсүңүздү бирге талдап, кызыктуу, керемет фактылерге бирге күбө болоюк.